Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен өзімнің мейрамгөй рулетін жасалу тәсілімен бөлісетін боламын. Сонымен бізге керегі жұмыртқа, қант ақұлпасы, жүгері крахмалы, лимон қышқылы, тұз керек. Жұмыртқаның ағузын абайлап жақсылап бөліп алатын боламыз. Бірінші міндетті түрде ыдысымыз ағуыз салатын өте таза болу керек, құрғақ болу керек. Ол үлкен рөл атқарады. Сосын миксерлеп аламыз. Бір 3-4 минуттар миксерлеп аламыз. Үстіне лимон қышқылы менен тұзымызды салып, тағы да 5 минутқа миксерлейтін боламыз. Сонан кейін бөлшектеп отырып, ақұлпамызды салып 10 минут миксерлейміз. Ең соңында жүгері крахмалын салып 5 минут миксерлейміз. Сол кезде осындай қатты масса пайда болады. Осы массаны табаға салып, жақсылап тегістеп, бір қалыпты етіп, қалыңдығын духовкада 140 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Бұны пісіріп жатқанда біз крем жасай беретін боламыз. Креміне сүзбелі ірімшік, қаймақ 33%, қант ұлпасы және құлпынай керек. Ыдысымызға қаймағымызды құйып, өзін кішкене блендерлеп алатын боламыз. Әбден араластырып. Сосын үстіне сүзбелі ірімшігімізді саламыз. 400 грамм салдым бұл жерде. Үстіне ақ ұлпаны салып, жақсылап езіп алатын боламыз. Бір қалыпқа келіп, бір масса болғанша араластырып алатын боламыз. Міне бір қалыпты массаға келді. Креміміз дайын. Енді құлпынайымызды арасына салуын майдалап көбектеп турадым. Үстіне 2-ге бөліп жасадым. Мінекей біздің рулетіміз дайын болды. Кішкене суит. Аударып аламыз. Осылай аударып аламыз. Астындағы пергамент қағазын алып, кішкене салқындатып алып, кремді жағатын боламыз. Арасына салатын құлпынайымызды осылай майдалап турап аламыз. Дайындап қоюға. Бетіне 2-ге бөліп қоя саламыз. Міне салқындады. Енді кремін біркелкі етіп жағатын боламыз. Кішкене крем алып қаламыз бетін әрлеуге. Осылай бір қалыпта жағып, құлпынайымызды арасына сеуіп, рулет қылып орап, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Рулет дайын. Енді бетін әрлейміз. Арнайы насадкасымен осылай гүлдер орнатып шығамыз. Және 2 жағын сызып шығамыз. Осылай әрлеп, енді бетіне құлпынайды салып, мұздатқышқа қойып қоямыз. Міне біздің меренге рулетіміз дайын болды. Дәме керемет. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Лейла.